Ассалаумағалейкум. Бұл видеода 1-2 жасқа арналған осындай астарымен жұмсақ, балаға ыңғайлы тюрбанның тігілу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Мен турецкий велюр матасынан тігетін боламын. Ұзындығы 58, ені 25 етіп, осындай бір бөлшек қиып аламыз. Және астарлық матаға штапель матасын пайдаланатын боламын. Тура осындай өлшемде, екеуінің өлшемі бірдей, осындай етіп қиып аламыз. Содан кейін оң бет мен оң бетін бір-біріне беттестіріп, осы жерінен ұзын тігіспен қосып тігіп алатын боламыз. Міндетті түрде басында және аяғында закрепка беруді ұмытпаңыз. Мінекей, мен қосып тігіп алдым. Енді жақсылап бір үтіктеп аламыз. Матамызды осылай екіге бүктеп, осы бұрышынан доғал етіп сызып аламыз. Осы сызған аралықты біз қиып алып тастаймыз. Видеода көрсеткендегідей. Көрінісі осындай болады. Енді осы велюр бетіне айналдырып, центрін тауып аламыз да, сол центрді белгілейміз. Осы белгіден оңға қарай 12 сантиметрді белгілейміз. Солға қарай 12 сантиметрді белгілеп аламыз. Бұл жерде біздің резинкамыз тігілетін болады. Мендегі резинка 1 сантиметрлік. Осылай етіп, сызып, белгілеп алсаңыз болады. Сол сызықтың үстінен түзеу етіп тігіп аламын. Осы тіккен екі ортаға булавканың көмегімен резинкамызды өткіземіз. Резинкамның ұзындығы менде 12 сантиметр, 10-15 сантиметр аралықта резинка алсаңыздар болады ұзындығын. Екі ортаға осылай өткізіп, содан кейін осы шетінен түзеу тігіспен тігіп аламыз. Осылай екі жағында тігіп алдық, мінекей. Осындай болады біздің әдемі, мінекей қараңыздар. Енді теріске қарай айналдырып, жақсылап айналдырып аламыз. Содан кейін осы шетінен бастап, айналдырып тігіп шығамыз. Және кішкене 4-5 сантиметр аралықта тікпей, осы жерін қалдырып кетесіздер. Бұл оң бетіне қазір айналдыруға қажет болады. Мінекей мен тігіп, айналдырып, үтіктеп алдым. Енді біздің тюрбанымыз осылай жиырылып, әдемі болып тұру үшін бізге осы аралықтарды көктеп тігіп алу қажет болады. Инемізді сабақтап аламыз осылай, содан кейін шетінен бастап, осылай жиырып, көктеу тігісімен тігіп шығамыз. Видеода көрсеткендегідей, аралығын қатты үлкен қылмаймыз, орташа қылып бір-біріне шамалы жақын етіп, осылай жиырып, айналдырып тігіп шығатын боламыз. Содан кейін осы екі бұрышын бір-біріне теңестіріп, видеода көрсеткендегідей, бірінші осы жағынан, содан кейін келесі жағынан кішкенеден алып отырып, тігіп шығатын боламыз. Екі бетінен алма кезек, осылай кішкенеден аламыз, содан кейін келесі бетінен аламыз, сол кезде біздің тігісіміз әдемі болып шығады. Осы жерін әдемілесеңіздер болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша моншақтармен әдемілеуге болады. Ішкі беті осындай, балаға батпайды, басына ыңғайлы. Енді мен бұл жерге бантик тігетін боламын. Ол үшін маған осындай екі бөлшек қажет болады. 20-да 15 бірінші бөлшегімді алып, осылай теңестіріп, айналдырып тігіп аламын. Және кішкене жерін қалдырып кетемін. Екінші бөлшегімді ұзындығынан тігіп алатын боламын. Содан кейін оң бетіне айналдырып, мінекей, осы бөлшегімізді жиырып, бантик жасаймыз. Ұзын бөлшегімді осы аралыққа тігіп алатын боламыз. Осылай керек жерге орналастырып, содан кейін осы шетінен түзеу тігіспен тігіп аламын. Содан кейін тігіп алдып, артық жерін қиып алып тастаймыз. Енді осы тігісі көрінбес үшін осылай ішіне қарай айналдырып жібереміз. Осы бантигімізді тюрбанға қолмен тігетін боламыз. Мінекей, осы жерге немесе кішкене төменірек
Меніңше төменірек тұрғаны әдемірек көрінеді. Осы аралыққа қолмен тігіп алатын боламын. Ханшайымдарға арналған тюрбанымыз дайын, өте әдемі, тігілу жолы оңай. Сіздер де тігіп көріңіздер, таныстарыңызға осы видеоны таратыңыздар. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, егер видео ұнаған болса, міндетті түрде пікір қалдыруды ұмытпаңыз.